Еуразия бірінші арнасында қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Құрметті көрерменіміз, бағдарлама басынан бастап айттық қой, бүгін бізде ерекше қонақтар болады, керемет әртістер болады, нағыз таланттар болады. Өздеріңіз көрген жандарда бар шығар, мынау Джулия мюзиклын. Бүгін сол мюзиклдың актерлары бізде қонақта. Таныс болыңыздар, Дилбара Аубакирова, Аян Байжігіт, Ерназар Жұбай. Қайырлы таң, көргеніңізге өте қуаныштымыз. Қалайсыздар? Жақсы. Көп рахмет, бәрі керемет. Ұйқығанды ма? Қанды. Сіздерді көргеніміз өте қуаныштымыз. Енді құрметті көрермен, еске сала кетейік, біз бүгін билет ойнатып жатырмыз. Осы Джулия мюзиклінің 2-ші маусымы басталады. Бір адамға 2 билет мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Дәл қазір тікелей эфирде. Сұрақ қандай еді? Қаншама көрермен жазып жатыр, біз айтып жатырмыз. Джулия мюзиклі қанша рет сахналанды деп. Сахналанды, және Джулия өлеңі ол жерде қанша рет айтылды, кім қалай ойлайды. Жалпы сахналандыға бізге сұрақтың жауабын берді, 100 мен 150-дің ортасында деді. Ойлаған бір санды көрмесеңіздер, жіберсеңіздер болады, осыған барасыздар. Ал қыздар, жігіттер, сұхбаттасайық. Енді шыны керек, мен көрермен ретінде айтайын, Джулияға бардым. Басқа құрамға барған екен, бірақ өте әсерлі болды. Енді шыны керек, оны көрген адамның барлығы да айтып жатыр. Бұл Қазақстанның деңгейіндегі дүние емес, ол өте халықаралық деңгейде болып жатқан дүние деп. Дайындық қашан басталды, қалай болды, команда қалай құралды, осыдан бастап айтсаңыздар. Дайындық алғаш рет бірінші кастинг болды жаз айында. Дайындық бізде күзде басталды. Содан 4 ай біз дайындалдық. Басында ойлаған жоқпыз енді. Өйткені біз актер болып жұмыс өзім лично актер болып жұмыс жасаған жоқпын. Ешқай жерде. Сіз әншісіз? Мен әншімін. Жүргенов академиясын бітірдім. Сол кезде ойлаған жоқпыз, ойнаймыз бір нәрсені, қоямыз, сахналаймыз деп. Содан келдік. Біз келгеннен кейін қобалжулар болды, қалай айтамыз, репликаларды айту керек. Одан кейін уақыт өте келе уже түсіндік. Уақыт өте келе. Дайындық арқылы шықты. Дайындық арқылы шықты. Тамаша. Ал бізде басты рөлдерде Аян мен Дилбара. Сіздер енді кастинг қалай болды, қалай келдіңіздер? Негізі әртіссіздер ме мамандықтарыңыз? Мен Инстаграмдан көрдім кастингті. Кастинг өтіп жатқан. Сосын өзімнің видеоларын жіберіп, өтіп кеттім. Тамаша. Негізі бұл мюзикл ең басында 2019 жылы болған еді. Солдат любви негізінде аты. Сөйтіп карантин болып кетті. Сол үшін кішкене болмай қалды. И кейіннен аты өзгертілді, Джулия деп, Алматыға арналып мюзикл. И сол кезде өтіп кеттік. Тамаша. Бірақ сол кезде Дилбарамен танысып. Бұл арада қызық, мен бірінші кастингте жұмыс жасадым. Бірінші әртіс болып келген жоқпын. Бұл кісілердің бәрін жақсы танимын сол кастингтен. Бізде Ринам Рустамовна деген вокалдан сабақ беретін апайымыз бар. Соның көмекшісі болып ең бірінші жұмысқа тұрдым, осы Аврора ивентқа. Сол кезде қызық болғаны, өзім басында жіберейін деп жатқам, көргенде рекламаларды. Кейіннен жұмысқа шақырғаннан кейін келісіп, барып, сосын кастингтер арасында маған Ринам Рустамовна айтты. Түсте ән айтты. Мен ұялдым, жоқ, бармайым, ауырып жатырмын, бірдеңке деп. Мен бұл кісілерге кастингке келгенде распевка жасап отырдым вокалдан. Өзіңіз кастингті өткізіп отырсыз? Өзім распевка жасап отырғам, сосын кейіннен түстім, айттым. Содан басталды? Иә, мені кастингке алды, сөйтіп мен жұмысты арғарайды. Содан кейін бір-біріміз таптық дейсің. Енді Дилбара айтыңызшы, 2-ші маусым екен алды. Осында қандай жаңалықтар болады? Bir нәрсе өзгере ма? Не болатынын айтсаңыз? Бізде енді 2-ші сезон басталайын деп жатыр. Өзгерістер, ешқандай өзгерістер болған жоқ әлі. Біз енді басқа барлық алматылықтардың келгенін қалаймыз. Сондықтан пока что ештеңе өзгертпейміз. Ал қашан басталады 2-ші маусым? 2-ші маусым осы келе жатқан июнь айының 7-сі. Енді білмеймін, бізде жаңа дем, жаңа шабыт. Себебі біз бір айдай демалыстамыз. Сол себепті осы келе жатқан маусымда жақсы өнер көрсетеміз. Негізі күнде қоясыздар, иә? Күнде кешкілік міндетті түрде? Негізінде басында біз күн сайын қойғанбыз. Сосын кейін аралары ашылды, өйткені
күнде қоя беру мүмкін емес қой, сондықтан кейін аралары ашылды, бірақ біз осы бір айдың ішінде қатты сағынғанымыз соншалық, енді как будто барып жаңа леппен барамыз. жаңа леппен Жақсы, енді онда анонсқа бір кезек берейікші, құрметті көрерменге де түсінікті болсын, құрметті көрермен. Экраннан өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қойылымнан кейін бірінші маусымдағы суретке түсіп жатқан сәттер ғой. Иә. Мынау барлық ұжым. Сөзбен жеткізу мүмкін емес, көзбен көру керек. Сөйтіп қандай керемет, Балаусаның айтқанынан анонсыны көріп, менің де Сен баруың керек енді, Нұржан, міндетті түрде. Енді мен бір осы жерде айта кетейік, жаңа бағдарлама басынан бастап айтып жатырмыз, Джулияға билет ойнатамыз деп міндетті түрде жазыңыздар деп жатырмыз. Ендеше, құрметті көрермен, біз дәл қазір кейбір жандар жазған сандарды түрлі, бірақ өздерінің аттарын жазбаған, қаласын жазбаған деген сияқты сәттер бар. Сондықтан біз дұрыс жауабын айтайық, содан кейін эфирден кейін міндетті түрде таңдап дәл сол адамға осы билетті жолдайтын боламыз. Құрметті көрермен, WhatsApp-та өте сандар көп, сіздердің жауаптарыңызға алғыс білдіреміз. Кері байланысқа шыққандарыңызға дұрыс жауабы 144 саны. 144 саны. Бізде WhatsApp-та жауаптар көп. Сол бірінші жауап берген жандарға біздің редакция өздері WhatsApp-тан жауап қайтарады. Себебі біз мына жерде қазір таңдай алмай отырмыз. Жауап өте көп. Билеттеріңіз құтты болсын. Бір адамға 2 билеттен 2 жан міне бұйыртса алда кез келген күні келе алады ғой. Бұл билетті міне арнайы жабық, ешкім ашпаған, өздеріңіз ашып, мюзикл міндетті түрде келетін боласыздар. Қайда болады? Қашан басталады? Сағат қаншада 2-ші маусымы? Бір анонс болсын. Екінші маусым бізде маусым айының 7-сінен басталады, 7-8 күндері. Содан маусым айы бойы қойылып шығады. Негізі мюзикл кешкі уақыттарда және әрбір уақытын сайт арқылы көрсе болады, билеттерді қарап, сол уақыттардың біреуін таңдаса болады. Инстаграмнан, сайттан барлық ақпаратты біліп отырасыздар, құрметті көрермен, міндетті түрде жіберіп алмаңыздар. Енді күнде кеште сонда жанды дауыста ән шырқап жүрсіздер, құрметті көрермен. Нағыз өнерді көргілеріңіз келсе, міндетті түрде мюзиклға барыңыздар. Бүгін жанды дауыста да ән де болады. Дәл қазір астрологтардың кеңесі, содан кейін қыз жігіттер ән айтады. Краешком неба, где облака, мы с тобой ходим, в руке рука, белые стаи, в синей дали, нам рассказали о любви только птицы знают, видя свысока, небеса падает, любовь река, мы с тобою сами, словно берега, и течет над нами любовь река. Я знаю, этой ночью с тобой не между прочим. Ты мне по нраву, очень я тобой обесточен. Все, что было до тебя, я разрываю в клочья. Ведь ты подарок мой судьбы, я знаю, это точно. Алмата, Л.А. не так важно. От тебя кругом голова, здесь лопа ждем. Это crazy, crazy in love. Подай сердце, любовь, река. Come on and make them decent.
ғашығым дейсің, сыйлады сезімді ғашығым дейсің. Қызық шығар тағдыры қинатпай, мың табылмай сәт күтті оңай. Сырыңды ашып кіммен елестейсің, аруыңды, тағдырыңды, шапаға барба. О любви только птицы знают, видят свысока. Небеса падает, любовь река. Мы с тобою сами, словно берега, и течет над нами, любовь река. Еуразия бірінші арнасында өздеріңіз көрдіңіз. Бүгін бір романтикалық таң болды десем қателеспеймін ғой. Тамаша, шынымен енді. Джулия мюзиклының әртістері Аян, Дилбара, Ерназар сіздерге алғыс білдіреміз. Керемет ән болды, орындау болды. Міндетті түрде өзге де Джулияны көрмеген көрерменнің жүрегінен орын алатынына сенімдіміз. Сахналарыңыз жеңіл болсын, барлығы дұрыс болды. Бұған Дилбара уайымдап тұрады, әкем ұрсады деп әкеңізге сәлем жолдап қойсаңыз болады. Енді біз кезекте әріптестерімізді ортаға шақырамыз. Студияда Доброе утро Казахстан бағдарламасының жүргізушілері Виктория мен Андрей. Қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Потому что действительно у вас такие красивые голоса, такие молодые, зажигательные. Ну просто браво. А мне вот это движение. Вот это. Тамаша, сіздерге сәттілік тілейміз. Эфир жеңіл өтсін. Құрметті көрермен, әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосылы болсын.